Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ Алаш. Бүгін біз өзімізді мақтанышпен қазақ деп атаймыз. Бірақ шын мәнінде нағыз қазақ кім? Және неге мұны түсіну үшін біз Алаш ұғымына қайта оралуымыз керек. Қазақ деген сөз бұл жай ғана орталық Азияның халықтарының бірінің атауы емес. Фонетикалық тұрғыда ол түркі әсіресе қыпшақ тілі жүйесіне мінсіз сәйкес келеді. Көптеген зерттеушілер бұл этнонимнің шығуын түсіндіруге тырысты. Олардың арасында Византия императоры Константин Багрянородный жазбаларында кездесетін Казахия деген атауы сілтеме жасағандар да бар. Бірақ көрнекті шығыстанушы Владимир Минорский ол жерде сөз қазақтар жайлы емес, абхаз адық тобына жататын касоктар туралы екенін ғылыми түрде дәлелдеп берді. Сондықтан көне Казахия туралы болжам ғылыми сынға төтеп бере алмайды. Ал шынымен маңыздысы қазақ терминінің қайда және қалай қалыптасқаны. 13 ғасырда қазақ этникалық емес, әлеуметтік мәртебе болған. Қазақ бұл рулық ортадан ерікті түрде шығып, ерлікпен өмір сүру сынаған, өтеуге бел буған жігіт. Мұны қазақылық, яғни казакование деп атаған. Бұл күштің, ерліктің, еркіндіктің көрінісі. Қазақ болу бұл саналы таңдау, бұл ересектікке өту жолы. Кейін Алтын Орданың күйреуі кезінде қазақ сөзі Шыңғыс ұрпақтарына, Керей мен Жәнібек сияқты сұлтандарға қатысты қолданыла бастады. Олар билік орталықтарына саяси еркіндік үшін өз ұлыстарын тастап кетті. Қазақылық қарсылықтың бір түріне айналды. Заңды билікті сақтап қалудың жолы болды. Дәл осы қозғалыс қазақ хандығының бастауын себеп болды. Мұндай саяси идея мен этникалық бірлік алғаш рет бір атауға қазақ деген атқа бірікті. Кейін бұл сөз этносаяси атауға айналды. 16 ғасырға қарай ол уақытша қолданылған өзбек қазақ деген атауды толық ығыстарды. Мұндай атау тек тарихи Рашиди сияқты жекелеген дерек көздерде ғана кездеседі. Тіпті орыс деректерінде 1503 жылдан бастап бұл халық Казакия деп аталады. Еуропада қазақтар Касак деп белгілі болды. Керей мен Жәнібек хандар құрған бұл бірлестік басқа да дала одақтарын сияқты ыдырып кетпеді. Ал хандығын құрды, ерекше саяси жүйе орнатты. Бұл жай ғана тайпалар конфедерация немесе еуропалық мағынада ұлт емес. Бұл қан мен жер арқылы туыстық идеясы бірігіп, бір шаңырақ астына жиналған жұрт еді. Бұл Алаш. Хақназар ханның реформаларымен жүз жүйесі пайда болды. Шежіре түзілді, ал қазақтар өз тегін мифтік баба Алаша ханнан таратады деп санады. Бірақ ғасырлар өтсе де халық жадында басымыз өзбек, бәріміз өзбекпіз деген сөз сақталды. Бұл тарихи тамырды таныту. Алайда Шоған Уәлиханов жазғандай 300 бұл бірлік, оның аты қазақ, ал оның мәні Алаш. Сондықтан бүгін біз өзіміздің кім екенімізді іздеген кезде мынаны анық түсінуіміз керек. Қазақ болу бұл жай ғана есімді иелену емес, бұл еркіндік, ерлік және саяси дербестік жолын таңдағандардың ұрпағы болу. Нағыз қазақ бұл жай ғана дала адамы емес, ол таңдау жасаған адам, бұл Алаштың адамы. Ал сен кімсің? Қазақсың ба, әлде Алашсың ба? Комментарияға жаз.